Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Фармакология токсикологиясымен пәнінен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ветеринарияда пайдаланылатын дәрілік заттар. Сабағымыздың мақсаты ветеринария саласындағы дәрілік заттарды білу. Дәрілік препараттарды қолдану жолдары. Ветеринарияда пайдаланылатын дәрілік заттар мен биологиялық препараттар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар техникалық регламенті, техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы заңына сәйкес әзірленді. Осы техникалық регламент барлық өндірілетін және әкелінетін осы техникалық регламенттің бірінші қосымшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметінің тауарлық номенклатурасының жіктеуіші бойынша кодтармен ветеринарияда пайдаланылатын дәрілік заттар мен биологиялық препараттарға қолданылады. Ветеринарияда пайдаланылатын дәрілік заттар мен биологиялық препараттар өндіріске және қолдануға мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін ғана жіберіледі. Химиялық, фармакологиялық құралдар, дәрілік заттар, минералдан алынған шикізат, күрделі субстанциялар, биологиялық тіндер, ферменттер, жануарлар мен өсімдіктерден алынған микробиологиялық синтез өнімдері және басқа да қосылыстар дәрілік заттар мен биологиялық препараттарды дайындауға арналған шикізат көзі ретінде табылады. Оларға қойылатын талаптар техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда анықталған. Дрожж, ашытқылар, ферменттер, атап айтқанда пепсин, панкреатин, трипсин және басқалары пробиотикалық дәндер қауіпсіздігін оларды дайындаушылар қамтамасыз етеді. Ал олардан дайындалған өндірістік ашытқылар, стерилді ерітінділер, микроорганизмдерді өсіруге арналған қоректік орталар қауіпсіздігін дайындау және бақылау үй-жайларына, жабдықтарына, технологиялық процестеріне қойылатын техникалық талаптар кешенімен және арнайы санитарлық эпидемиологиялық ережелер мен нормаларды гигиеналық нормативтерді сақтаумен қамтамасыз етіледі. Дәрілік заттар мен биопрепараттарды шығару кезінде пайдаланылатын қолданбалы ингредиенттерге желатин, сахароза, глюкоза, сүт сарысуы, тұз, лимон қышқылды натрий, натрий бензоаты қойылатын талаптар құрамында уытты элементтердің, антибиотиктердің, микотоксиндердің, пестицидтердің, қалдық көлемінің, радионуклидтердің және микробиологиялық көрсеткіштердің болуы бойынша республикада қолданылатын санитарлық эпидемиологиялық ережелермен және гигиеналық нормалармен анықталады. Жануарларға арналған дәрілік заттар мен биопрепараттарды шығару кезінде пайдаланылатын барлық заттар орау материалдарының сәйкестік сертификаттары болуы тиіс. Ветеринарияда пайдаланылатын дәрілік заттар мен биологиялық препараттарға міндетті ақпарат көздеріне ең алдымен мемлекеттік тіркеу нөмірі, ветеринарлық мақсаттар үшін деген жазу және де дәрілік зат талаптарына сәйкес келетін нормативтік құжаттың атауы мен нөмірі болуы шарт. Қазіргі уақытта ветеринарлық препараттардың Нитофарм каталогында әртүрлі фармакологиялық топтардағы жануарларға арналған 75-тен астам дәрі-дәрмек түрлері бар. Ветеринарлық дәрілік препарат классификациясы, яғни жіктелуіне қарай бактерияға қарсы, антипаразиттік, дәруменді минералды қоспалар, акушерлік және гинекологиялық бағыттағы дәрілік құралдар, дезинфекциялық құралдар, қабынуға қарсы препараттар, антисидке қарсы препараттар болып жіктеледі. Осы препараттардың жіктелуіне қарай жататын түрлеріне тоқталсақ, бактерияға қарсы азитромид, амоксигард, амоксициллин 150, антипаразиттік түріне альвет суспензия түрі, дәруменді минералды қоспалар түріне бутафан дәрілік препараты және де дезинфекциялық құралдар түріне ган, дюзеклин секілді дәрілік препараттар жатады. Соның ішінде дәрілік минералды витаминді қосылыстарға бутафан жатады. Бутафан ірі және ұсақ малдарға, жылқыларға, шошқаларға, иттерге, мысықтарға, жүнді жануарлар мен құстарға, әртүрлі этнологиялардың метаболизмдік бұзылыстары үшін
сондай-ақ ынталандырушы және сергіткіштік құрал ретінде тағайындалады. Қолданылу аясына тоқталсақ, ағзаның әртүрлі этиология ауруларына төзімділігін арттыру, ағзадағы кальций мен магнийдің жетіспеушілігінен туындаған ауруларды емдеудің қосымша құралы ретінде, босанғаннан кейінгі жүктілікті және жүктіліктен кейінгі асқынулардың алдын алу мақсатында ауыр атлетикамен және спорттық аттармен дене белсенділігінің жоғарылауымен сипатталады. Экранда көріп тұрғандарыңыздай, осы жануар түрлеріне бутафан дәрілік препаратын қолдануға болады. Тақырыпқа сәйкес бірнеше терминдер тізбегін ұсынғым келеді. Биологиялық препараттар инфекциялық, паразитарлық аурулар мен аллергиялық жағдайларды емдеуге арналған және де басқа да арнайы алдын алуға арналған, сондай-ақ микроорганизмдер штамдары мен эукариот жасушаларын өсіру, жануарлар мен өсімдіктердің биологиялық тіндерінен заттарды алу, рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылай технологиясын, гибридомды технологияны енгізу, эмбриондардағы тірі агенттерді немесе жануарларды репродукциялау арқылы алынатын дәрілік препараттар. Диагностикум. Жануар ауруларын немесе физиологиялық жай-күйін диагностикалауға, сондай-ақ микроорганизмдерді, олардың тіршілік ету өнімдерін және басқа да биологиялық объектілерді индикациялау мен бірдейлендіруге арналған биологиялық немесе синтетикалық тектес құралдар. Дәрілік препарат бұл белгілі бір дәрілік нысандағы дәрілік зат. Балк, дәрілік зат өнімі түпкі ораудан басқа, дәрілік препаратты дайындаудың технологиялық процесінің барлық сатыларынан өткен мөлшерленген дәрілік зат айтамыз. Контаминация, жануарлардан алынған өнімдердің қауіпсіздігі мен сапасына әсер ететін биологиялық, химиялық агенттермен немесе бөгде заттармен ластануы. Жануарларға арналған дәрілік заттарды биологиялық препараттарды тіркеу куәлігін берумен және жануарларға арналған ветеринарлық препараттардың мемлекеттік тізіліміне енгізілумен аяқталатын. Жануарларға арналған дәрілік заттарды тіркеу деректерінде қамтылған, оның қауіпсіздігі мен тиімділігі туралы, сондай-ақ оны өндіру және сапасын бақылау шарттары туралы деректерді бағалау мен ресми бекіту жолымен айналымға жіберу. Білім алушылар, сіздерге арналған үй тапсырмасы. Осы тақырып аясында бірнеше тың ақпараттар жинақтап, бүгінгі тақырыпты толықтырып, ақпарат көздерін толықтырып, конспект жазу және де жоғарыда атап өтілген дәрілік препараттардың классификациясына тоқталып, бірнеше препарат түрлерін тауып, арнайы мал түріне енгізу әдісін жазу. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе рефлексия жүргізгім келеді. Біз бүгінгі сабақтан не үйрендік, білім алушылар? Ветеринарлық дәрілік заттарға қойылатын талаптарды білдік. Ветеринария саласында пайдаланылатын дәрілік заттар классификациясын жіктелумен таныстық. Тақырып аясында ветеринарияда жиі қолданысқа ие терминдармен таныстық. Бүгінгі сабақ пайдалы әрі қызықты болды деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.